Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер. Бүгін мен сіздердің алдарыңызда Нөсерова Раушан Бөкентайқызы Профит аула клубының музыка маманы және домбырашылар жетекшісімін. Бүгін біз жас номад жобасына орай сіздерге домбырамен қалай шығармашылық көрсетуге болады, домбырада қалай ойнауға болады, балаларға бірінші сабағы, балалардың бастамасы, алдағы келе жатқан жас жеткіншектерге домбырада қалай ойнау керек екенін біз сіздерге бүгін таныстырып өтейік. Домбыраның құрылысына келетін болсақ, жалпы балаларға, ең бірінші балалардың бірінші сабаққа келгенде домбыраны қалай үйрену керек, қалай ұстау керек, және де домбыраның ең бірінші, ең қасиетті керек нәрсесі, ол балалар міндетті түрде домбыраның құрылысын білуі керек. Домбыра өзіндік музыкалық сипаты бар. Қазақ өмірінде маңызды орын алатын аспап. Алғаш эпикалық дәстүр шеңберінде жыр, толғау, термелерді сүйемелдеуге қолданылған домбыра кейін аспаптық шығарма, күй жанрының қалыптасуына ықпал еткен. 6000 жылдық тарихы бар домбыра бүгінде жеке әнді сүйемелдеуге, күй тартуға, халықтық фольклорлық музыкада, классикалық шығармаларды орындауға қолданылатын мүмкіндігі кең музыкалық аспап. Домбыра құрылысы бірнеше бөліктен тұрады. Басы, құлақтары, пернелер, мойын, шанақ, бет қақпақ, ілгек және ішектер. Сонымен қатар оның көптеген қосымша бөліктері бар. Тиек, кемер ағаш, тұжым ағаш, бастырма, ойық, қалқа, түйме, өрнек, желкелік. Домбыра тиегі 3 түрлі болады. Шайтан тиек, негізгі тиек, табалдырық тиек. Домбыра дыбыс өткізгіштігі жоғары қарағай, дыбыс жаңғырту қасиеті бар тұт, қатты жынысты үйеңкі, емен секілді киелі ағаштардан негізінен 2 түрлі әдіспен құралып немесе ойылып жасалады. Домбыраны мысалға айтқанда 19 пернесі бар, одан кейін басы, құлағы қайда, оның шанағы, тиегі, түймесі, бет қақпағы, ойығы қайда, сондай неше бөліктерден тұрады. Жалпы домбыраның құрылысы туралы балаларға, оқушыларға айтып өткен абзал дейміз. Ал енді құрметті оқушылар, домбыра сабағына қош келіпсіздер. Бүгін біз сіздермен домбыраның құрылысын өттік. Домбыра қанша пернеден тұрады, құрылысы қандай, басы, құлағы, шанағы деп бәрін атап өттік сіздермен. Арғарай келесі сабағымызды жалғастырамыз. Арғарай екінші бөліміне келетін болсақ, домбыраның домбырада дұрыс ойнау. Домбырада ең бірінші керек дұрыс отыру, домбыраны және дұрыс ұстау. Мысалға, домбырамыз иықпен бірдей болу керек, ең бірінші, және де оң қол, және де сол қол. Оң қолда ең бірінші бізге керек ол буын. Домбыраны оң қолда біз тек қана буынмен ойнаймыз, Кәне көрейікші бәріміз буын. Буынға келсек, буынға келдік, және сұқ саусақ, төмен бас бармақ. Оны сағаға келеміз. Ойнап көрейік. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Тамаша. Тамаша, өте дұрыс. Енді арғарай кететін болсақ, сол қол. Сол қолда өздеріңіз білесіздер, міне біздің сол қолымызда бас бармақ, бірінші саусақ, екінші, үшінші, төртінші саусақ. Домбырада 5 саусақ деген жоқ. Енді арғарай жалғастыратын болсақ, қолымызды бәрімізде. Жақсы. Жоқ, ашасыз, ашып қоясыз. Бірінші саусақты орнына келіп аласыз. Мен сіздерге кішкентай, жарты кішкене болса да элементін ойнап көрсетейін, сосын сіздер менімен бірге қайталайсыздар. 1-ге, 2-ге, 3-ге, 4-ге. Аяқталды ма? Аяқталды. Арғарай жалғастырасыздар. Бірінші саусақтан қайтадан 1-ге, 2-ге, 3-ге, 4-ге. Сөйтіп сағасына дейін қайталана береді. Ал бәріміз бірге дайынсыздар ма? Бәріміз бірге. 1-ге, 2-ге, 3-ге, 4-ге. Бірінші саусақ 2, 1. Біз қолымызды күй ойнағанша,
әрбір қиын элементтерді ойнағанша ең бірінші сабақта осы аппликатураны білуіміз керек. Ол саусақ қойылымы. Ең бірінші міндетті түрде осы саусақ қойылымымен жаттығуды жақсы жасап үйренуіміз керек. Сонда ғана біз екінші сабақ, үшінші сабақта күй ойнап үйрене аламыз. Құрметті көрермендер, осымен біздің бүгінгі сабағымыз аяқталды. Келесі кездескенше қош сау болыңыздар.